Қабанмен айқас Жүсіп аңшының басынан өткен оқиғаларының бірі. Мықтылардың бар екенін мойындаймын, бірақ олардікі әуестік қой. Мен қасқырды қарусыз алдым деген атақ қандай. Олардың арасында сен секілді сирек кездесер. Маған салсаңыз, жігіттің жанбозы атану үшін сен жүрген жолмен жүріп өту керектей көрінеді. Әйтпесе, тіршіліктің түйткілдерін ұқпас, өн бойына аңшылықтың қадір қасиеті жұқпас. Ал сенікі кәдімгі қанға сіңген кәсіп көрінеді ғой маған. Құныскерей атаңыздың қаны бойыңызда барын өзіңізде байқай бермейтіндейсіз. Інім, жол қысқарсын. Маған әлгі қыста қабан алғаныңыз жайлы айтып беріңізші. Махонды білесің ғой, содан естігенмін. Бірақ өз аузыңыздан тыңдаған мүлдем бөлек қой. Сол хикаяңыздан дәм татайықшы бір. Осындайда тыңдамағанда, ондай қызықты хикаяны енді қашан, қайдан естейміз? Өзіңмен бірге ұзақ жолға шығу бұйырыпты. Ендеше батырым, аттың басын жіберіңіз енді. Айтайын. Сөйлегенде сөздің майын тамызады екенсің. Ол хикаяны мен емес, сіз кешкенде шіркін. Әңгіменің шоғын гүл-гүл жайнатар едіңіз деген сәтте аңшының жүзіне күлкі үйірілді. Есімнен кетпейді, ол оқиға қыста. Әлгі орыстардың суға шомылатын күні болды ғой. 19 қаңтар ма? Иә, тура сол күні мен де өзенге түсіп, милығымнан су болдым деп рахаттанып күлді. Қабанға сол күні шыққан өздеріңнен көріңдер деп, Мансұр да күлкіге қарық болды. Ауылдан 3 жігіт шықтық қой. Үшеуміздің де атымыз бар, қаруымыз сайлаулы. Қамыс шағалап, қабанның ізін қараймыз. Қасқырда емес, қабанды табу оңай. Ол қорсылдақ қасқыр секілді ізін жасыруды білмейді. Өзінің салмағына әрі ауқымына қарай жүрген жерін жапырып, жайратып жүреді емес пе? Біз сондай бір семіздің соңына түстік. Көп кешікпей, пілдің түсіндей қос соқасын тосқан нән қабан қорсылдап алдымыздан шыға келмесі бар ма? Қасымдағы 2 жігіт сәл әріде болатын. Мен ізді көргесін аттан түсіп, қамыс арасын жаяу жүріп кеткенмін. Содан әлгі қабан маған қарсы тап келді. Қос аузымды алып жіберіп көздеп басып қалсам, мылтығым атылмайды. Шүріппені әлденеше рет бастым. Қаруда от жоқ. Енді не істеймін? Ойлануға уақыт қайда? Жабайы қабан қарап тұрады ма? Ол маған тура шауып келеді. Сол бойы сүзеген бұқаша жуан мойнын тұтырқатып, тастай басымен мені атып кеп жіберді. Мылтығымның қайда қалғанын білмеймін. Өзім жерден аяғым көтеріліп барып, әлгі қара құйынның қос құлағынан шап беріп ұстай алдым. Қалай үстіне қонжиғанымды білмеймін. Бір қарасам, қабанға атқып мініп алыппын. Тақымымды мейлінше қысып, қайткен күнде де үстінен аударылып қалмаудың қамын жасап бағудамын. Қабан болса асаудай мөңкіп, қалың қамыс арасында қойып кетті. Жолымыздағыны жайпап періп келеміз. Көзімізді бір ашып, бір жұмам. Қамысы құрмағыр, бетімді сабалап тіліп барады. Жігіттер қайда? Олар көмектеспейді ме деп Мансұр құтты оқиға қазір болып жатқандай сұрақ тастады. Олар ма? Олар қалды. Көрсе көріп тұрған болар. Сонымен біз шу қара құйрық деп сол шапқаннан шауып мұзды жұға өзенге қойып кеттік. Астымдағының салмағы кәміл 100-ден артық болмаса кем соқпас. Оның үстіне қос тісі бар. Мұзды айырып келеміз. Өзі сондай қатты жүзгіш екен. Қара жерде қалай шапса, суда да сол жылдамдығымен бәсеңдетер түрі жоқ. Өзенді кешіп өтіп арғы бетке бірақ шықтық. Сол безгеннен безіп, қарды бұрқыратып басып барамыз. Бас киімімнің милығына шейін малмандай су болған мен тоңа бастадым. Денем шыдағанмен қос құлақты жымқырған жұдырығым қарысып, жан сезбеуге айналғандай. Саусақтарым қимылдамайды. Ал мына дүлейдің үстінен ауар болсам, онда ажалым анау қос соққыдан боларын білем. Қайтсем де шыдауым керек. Әлгі шалдар қабан кілт бұрыла алмайды. Алыстан орғытып барып бұрылады дегендері бекер айтылған сөз екен.
Қара құйыным кілт тұра қалып шалт қайрылғанда өзінің ізіне дік етіп қайта түсті. Мен ұшып кете жаздадым, бірақ қолым жан сезбеске де барымды салып жабыса түсем. Өзенге қайта құладық. Жаңағы тоңу ма, мұздай су миымнан шықты. Екі көзім ғана жылтырап су бетінде қалған. Бүкіл денем қабанмен қоса су астында. Қолым қабанның құлағында. Аузы басым мұздай суда. Батып шығып келем. Сонда да тұншыға да бастадым. Әй, жазған балай, өлетін болдың-ау. Түсіп қалмадың ба, деп серігі аяушылығын жасыра алмады. Өйтсем үстімдегі зілдей тонмен су түбіне батып кете бармаймын ба? Қанша жерден жүзгіш болсам да, қап қалың киіммен жағаға шықпаспын. Ол не ғайбыл? Әрі біздің өлеңтінің тұңғиығына тап келсең, онда бітті шаруаң. Беті мұз, суық өзенге батып өлгенше, астымдағы жабайымен алысып, арпалысып өлгенім артық деп шештім. Есіме жаңқалтамда жатқан бәкі түсті. Қабанның оң құлағын босатып, қолымды қалтама сұқтым. Үйтіп-бүйтіп жатып бәкін алдым. Тісіммен аштым да, қабанның кеңірдек түсін піскілей жөнелдім. Шынашақ басындай болғанмен бәкім өткір болатын. Қалың түк басқан тамағына сұққылап, бірер қайтара орып та жібердім. Өзен беті қып-қызыл болып жүре берді. Қабан жүзіп келеді. Бәк ұстаған қолым кәдімгідей жылынды. Екінші қолымды қабанның алқымына тығып, оны да жылтып алдым. Не керек? Өзеннің бергі бетіне шыға бере, қорсылдағымның шаруасы бітті. Екі білегім төңірек қып-қызыл қан. Екі жігіттің даусы естілді. Моқан мен Жасылан ғой. Екі жігіт: ауылға хабар берейік. Жүсіпті қабан жарып өлтіргенін бірдеме қылып естіруіміз керек емес пе, деп қояды біреуі. Қалай айтамыз, деп екіншісі тұр. Мен айқай салдым. Ей, жігіттер, мұнда келіңдер, арқан әкеліңдер. Мә, Жүсекең тірі екен ғой, деп жатыр. Содан екеуі аттарын танаулатып жетіп келді. Мені көріп состиып тұрып қалған. Не, сен екеуің тілдерің байланып қалды ма? Десем, екеуі қанға боялған өзенге бір, екі қолынан қан сорғалған маған бір қарап, не дерге білмейді. Содан жарды денесі суда қалған қабанды сүйреп шығара алмадық. Бұған тек менің құбайғырымның әлі келер деп, әудендегі атымды алдырып, соның құйрығына байлап, сүйреп үйге алып келдік. 200 келідей тартатын шығар. Менің де айғырым біраз қиналын қырады. Суық тиіп, ауырып қалған жоқсың ба? Сонда су болған киіммен жүре бердің бе? Жоға, екі қолымды ыстық қанға жылтып алған соң, денемнің тоңғанына түк болмай қалды. Киім ауыстыру болады ма? Есіл дертіміз қабанда. Бар әңгіменің ұзын ырғасы осы, деп Жүсіп аңшы Мансұрға қарап жымиды. Мансұр басын шайқайды. Жүсеке, қалтаңда бәкің болмағанда жағдайың қиын болады екен. Менің де әдетім қалтамда шырпы болмаса да, осындай аңға шыққанда міндетті түрде қара кездігімді белдігімнен тастамаймын. Жалпы тау халықтары сияқты бұрын Қыпшақ баласының белінен қанжары түспеген ғой. Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың өзі де кішкене кездігін тастамаған екен.